фу, воняет, дикари, ширк, тәңіршілден. Осындай сөздер, одан да зорғы сөздерді біз өткен жылы туыстарымызбен Баянауылда жүргенде естідік. Маңғыстаудан келген туыстарым Баянауылға көлге шомыламыз деп емес, әулиелердің басына тәу етеміз деп барған ғой. Және де Маңғыстауда сақталған ескі қазақ ғұрпымен құйрық майдан шырақ ала келді. Негізі Маңғыстауда солай құйрық май міндетті түрде әулиенің басында жағады. Арнайы бір тастан жасалған сондай шұңқырлар болады. Бірден 7 шырақ алып келеді. Құйрықтан жасалған шырақтар 7-7-ден әдетте болады. Сондайды ниет қылып Маңғыстаудан жасап алып келген ғой шырақтарды. Сонда Қоңыр әулие үңгірінде неше түрлі туристер бар. Сосын мынау тәу еті келген адамдар да бар. Сосын Машһүр Жүсіптің басында осы шырақтарын жаққанда естімеген сөзіміз жоқ. Соны жұрт кәдімгідей тәңіршілдік деп ренжіп жатты. Маңғыстауда міндетті түрде құйрық май жағып, сосын оның иісін шыққанын күтеді, соған қуанады, иісі міне иісі шықты деп. Сосын май еріп аққанын көреді. Және де отқа алақан жылтып, алақанды қыздырып, сосын ауыратын жерді сипайды. Өзінің сондай жерлерін, сосын өзінен жас адамның ауыратын жерлерін сипап, бісміллә деп Құран оқып жатады. Мысалы, ене келінді апарады, шешесі қызын апару мүмкін сондай жерге. Сонда отқа табынамыз дейді, соны отқа табыну. Сонда байқап қарасақ, біріншіден оның бір ұқсастығы жеті шелпекпен ұқсастық бар. Екіншіден мынандай отқа май құю, отқа май табызу үйлену ғұрыптарымен байланысы бар.